осы қыз бүгін Макдональдсқа барына сенімді болды. Бірақ өкінішке орай бұл күні біз тек қана серуендеп үлгердік. Ролик сатып алдым сол күні, солай паркта серуендедік. Ал мынау Аружан болса, бүгін енді нақты баратынына сенімді болып, машинаға отырып Макдональдсқа жетті. Біздер наконец-то келдік. Очередь көп созылды. Ну ладно. Сонымен мен заказым келді. Көреміз. Сонымен жарты сағат кезекте тұрып, менің тапсырысым да келді. Сонымен ашып көрейік. Жалпы видео барысында өте шулы, себебі мен осы Макдональдстың ішінде түсірдім, және арасында менің жиенім жылайды. Сондықтан сізден кешірім сұраймын шулы болған соң. Қазір бәріне дәмін көрейік. Шыны керек, жаңа бізге кассирді айтты. Негізінде бүлдірме емес нәрсе деп, себебі осындай азан қана нәрсе, бірақ фанаттар үшін нормальный. Жалпы мен де фанатпын, армимын, сондықтан қалайша Қазақстанда болғанда мен алмаймын. Сонымен бұл кәдімгі кола. Жаңа әдемі сырты әдемі. Жалпы нанның фиолетовый ішіндегі соустың аты каджун деп аталады. Екіншісі тәтті чили. Міне осылай қазір бәрінің дәмін көріп шығайық. Бізде 9 наггетс бар. Біріншісі кеттік. Соустың дәмі өте таныс сияқты, яғни бір таныс емес сияқты. Бірақ күшті. Потеспеші. Бір майонез сияқты. Басында ащы емес сияқты болады, бірақ соңынан солайна тәтті чилиден көрейік. Тәтті, және кішкене кетчуп, тәтті кетчуп. Әсерге майонез сияқты, кәдімгі кетчуп сияқты. Оншы бұрын болғанда күштіріп болжу. Наггетстің өзі ащы. Және кәдімгі картошка фримен кәдімгі кола. Неше рет мен кәдімгі дедім. Бір нәрсе деніссе, па? Не знаю, вообще никакой разницы не вижу. Қазақша. Ащы екен, салса. Жоқ, бірінші кезде кішкене бір түрлі дәмді, кейін ащы болып кетеді. Келесің ғой. На вид как варенье, да? Мындай. Кетчуп сияқты. Бірақ тәтті, мындай сладкий. Сонымен жаңадан көретін нәрсе бұл жақта екі ғана соус, кішкене бір түрлі екен, себебі жаңаша нәрсе деп ойласам, екі соус қана. Наггетсті ешқандай айырмашылық жоқ, қалғаны бәрі баяғыша. Сонымен осындай жалпы Қазақстанда болғаны өте қуанышты, себебі басқа елдерде, мысалы Ресейде коллаборация болмаған, және Қазақстанда болған кішкене күштірек. Және мүмкін болашақта осы BTS Meal'дың санына қарап, көп алған, осы армиялар көп қой деп, мүмкін концерттерде болады, сондықтан керісінше қуану керек. Жалпы ене болғандарыңызға үлкен рахмет. Мен ойладым, ішінде карточкалар, всякие мынандай болады деп, ондай жоқ екен. Білмеймін, түсінбедім, өте бір түрлі екен. Жалпы мен карточкаларды күттім, кішкене BTS-ский стильде болады деп, өкінішке орай ондай болған жоқ. Сонымен ерекше соустардың дәмін көрдік. Сіздермен болған мен Аружан. Сау болыңыздар. Мен
арнага тіркел. Лайк бас.